Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология және әлем тілдері факультетінің қазақ тілі әдебиеті мамандығының 2-ші курс студенттері біз бүгін тұңғыш президент атындағы саябаққа келіп, қазіргі кездегі Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіне байланысты сырт адамдардың көзқарасын білуге келдік. Берік біргеміз! Қалай түсінесің жалпы? Тәрбие атынан балаға берген білімі. Біріншіден бесіктен басталады, қазақтардағы айтқандай. Бесік, сосын ата-ана, сосын жан-жағындағы жолдастары. Тәрбие дегенде ең бірінші ата-ана ойға келеді. Балалар өз-өзін қоғамда ұстау. Тәрбие тек қана әке-шешеден үлгі аласыңдар ғой өздерің. Сол даже қалай отырады, дастарханның басында, қалай тамақ ішеді. Соның бәрі сендер үшін тәрбие емес пе? Я өзіміз тәрбиелеу керек, я баланы. Мұғалімге артық болмай. Адам деген ол өзіне өзі жауап беретін адам, басқа адамдарды сыйлайтын адам, еңбекқор адам, сондай адам. Білім беру жүйесіне көңіліңіз тола ма? 5 күндік оқуға, 11 жылдық білімге? Толықтай толады деп айта алмаймыз. Кішкентай балаларыма кішкене қиынырақ болып жатыр. Олар 5 күндік сабақты оқиды. 5 күндік маған көбірек ұнайды, себебі жеңілірек және де демалыс күндер көбірек болады. Бір министр келсе, бір ән шығарады. Екінші министр келсе, екінші ән шығарады. Енді соңында керегі жоқ. Біз сондай оқуды оқып адам болдық. Айтсам екен, көңілім толмайды. Жоғары оқу саласында енді кемшіліктер әрине бар. Білім беру деңгейі өте төмен. Олар өздері мұғалімдерге бағынбайды, сыйламайды меніңше. Баланың білімін бүкіл семестр бойы бағалау керек. Негізі мына бала өзінің күнделікті өзінің бағасы қойылып тұрған жақсы болатын еді. Қазіргі мектеп бағдарламасына жазылған оқулықтарды дұрыс бұрысын мен толық айта алмаймын. Кемшіліктер әлі көп. Мұғалімдер мықты болу керек. Мұғалімдер өз пәнін жақсы білу керек.